Ақ жол партиясынан президенттікке үміткер Дания Еспаева демалыс күндерін Ордалы оңтүстікте өткізді. Ол Ақ жол партиясының төрағасы Азат Перуашев, ақын Қазыбек Иса және өңірдегі партияластарымен бірге рухсардар атанған Өзбекәлі Жәнібек пен Құрбан ата кесенелеріне барып, бабаларға құран бағыштады. Жергілікті жұртшылықпен жүздесіп, көптің көкейіндегі сауалдарға жауап берді. Қариялардан бата алды. Содан кейін сапарын Түркістан өлкесіне арнады. Мұнда киелі орындарды аралап, Арыстан баб, Қожа Ахмет Яссауи кесенелеріне арнайы келіп зиярат етті. Абылай хан, Қаз дауысты Қазыбек, Қанжығалы Бөгенбай сынды ел есінде мәңгі қалған хан сұлтандар мен би батырлардың аруағына құран бағыштап дұға тіледі. Қажырлы еңбегінің арқасында халық қалаулысы атанған Дания Еспаеваны жергілікті жұрт ыстық ықыласпен қабылдады. Қасиетті Рамазан айында киелі жерлерге арналған сапар ауызашармен аяқталды.